Сағыныш сазы деген әніңіз бар, сол әннің шығу тарихы қалай болды? Бұл әнді енді сол алдымнан көп шығады өзі. Бұл дүниенің жарық көргеніне де сіздермен енді меніңше бұл енді мына халықтық сипатқа алып былай ие болған көп әннің бірі ғой. Бұл менің ең бір екінші, үшінші мәнім болса керек. Соны мына Жангүлім деген ең алғашқы әнім шықты. Осыдан қайда 35-40 жыл бұрын ғой енді. Студент кезімнен сәл кейін ғой. Сонда одан кейінгі ән осы сағыныш сазы деген ән бар. Тіпті осы Жангүлім менен сағыныш сазын шығарғанның өзінде де осы мен мынау осындай менің әнім деп айтуға өзім ұялып қысылып жүрмін. Енді екі ағамен мен әншім епсі сазгерімді қалай айтасың? Бірақ меніңше осы менің мынау сазгерлік мынау тағдырымды, табиғатымды ең бірінші ашқан осы Жангүлім менен сағыныш сазы деп есептеймін. Әсіресе сағыныш сазы. Өйткені оның тағдыры бар шынымен де. Тағдырлы ән. Ол менің жастық шағым. Ол енді жастық шағым болғанда мен өзі бір жаңа Сыбаға деген өлеңмен тегін оқыдым. Шынында кешеулі келген мен. Өмірге де кешеулі келген сияқтымды, өнерге де кешеулі келген сияқтымды. Ылғи кешігемде жүрмін шынымен де. Ылғи Сыбағамда, несібемде. Бірақ жетем әйтеуір Құдайға шүкір. Сондықтан да бұл менің жастық шағым. Сол 25 пен 30-дың арасындағы дүние. Үйленген кезім, отбасын құрған кезім. Мынау Жанар деген қызымыз отыр алдымызда, немерем отыр Алман деген. Бірақ ол жаңағы ақын болған соң несін жасырамыз? Шын мәнісі 30-дан асқан кезімді бір қазақтың бір қызын өлерде ғашық болдым. Бір тойда кездесіп. Жаңағы сахнаға, жаңағы тойдың сахнасына микрофонға шығып екі ән айтты. Қараторы қазақтың жаңағы тостағандай көзі бар қыз, әдемі қыз. Соған мен жаңағы кейіннен бір ауылдың кешінде тойында. Сосын той біткеннен кейін таңғы 5-тің кезінде ауылдың тойы біте ме, таңғы күн шыққанша болады ғой. Кореялар ауылға кетті, жан-жағына тарап кетті дағын. Сол асап айтты жаңағы сол кездегі тамада. Секе деді, Сырайлаға деді, мынау қиын жастар қалды. Жастар мен сізге берейін, күн шыққаннан кейін біз қалаға қайтамыз. Бір өлең оқыңызшы деді. Ол кезде желпініп тұрып жатқа өлең оқиын деген, ептеп қана ұрттап алған кезде одан сайын қатты оқитындығымыз. Сосын менің алдыма жаңағы кілең жастар жігіттер, тойдағы жігіт қыздарды ғой, бәрі студенттер екен. Соны көзім жұмыпты, бірақ өлең оқып жатырмын. Бірақ көзімді ашып қарасам, жаңағы қыз жаңағы микрофонда ән айтқан қыз тура менің қарсы алдымда отыр. Қарасам, енді көзімді ой жатып айтқан оны емес, өзін жоғалтып қойған. Мен бір жылан сияқты, ол арбалып қалған торғай сияқты тұр екен. Мен соған таң қалдым шынымен де. Одан сайын өлең оқыдым. Содан кейін барып қалаға бірге қайттық. Автобуспен қатар сөйтсем, жаңағы Шымкентте көп оқу орны көп. Сол бір оқу орнында жаңағы 2-ші курстың студенті екен. Кейін жатақханасына барып тұрмын. Бірақ өкініші сол, енді 12 күнге жаңағы Ыстықкөлге бірнеше рет жаңағы жолдама алып қойғам. Ана қызбен танысқанымыз ұшақ күн болған. Сосын самолетпен Шолпан атаға тартып кеттім. Тура сіздерге өтірік маған үшін бір күні анау Ыстықкөлді бір күн шықпай тұрған кезде, таңғы сәтте, мөлдіреп тұрған таза кезінде көргім келді шынымен. Ол күн шыққан екен, жағасы былғанып кетеді ғой. Күн сол шомылып жатады. Сон таңғы 5 пен 6-ның арасында бардым. Сөйтсем, тура анау Япырай деген ән білесіздер ғой, сонда ғана көлдің жағасында көзге тамшысын тамшылап жігіт көз алды елестесіңіздер, тура мен сол халде болдым. Ойымда көкемді ана Шымкенттегі қыз, бірақ Ыстықкөлдің жаңағы күн таң атар атпастап отыр екен. Ана көлдің беті алтын теңгеде ойнақтап жатқан кезде. Сол кезде маған бір қаяқтан екенін білмей қалдым, бір зу етіп бір өзім білмей қалдым. Анау жаңа сағыныш сазы өздеріңіз білесіздер. Өте мына өлшемі өте кең ән. Сол куплетіме қайырмасы тұтас келді. Содан кейін ішімнен қайталай бердім. Ән келген білдім Жангүлімнен кейін. Сосын мынау Ыстықкөлмен мен жататын жерім 500 метрдей. Соны анау көлді қалды жайына таңғы күн шықпай тұрып бөлмеме қарай жүгірдім. Ішімнен қайталап кетірім. Қайталап келдім, бөлмеге кірдім дағын, куплетіменен қайырмасын жазып қойдым дағын. Сол күні түстен кейін 5-те қайтып самолетпен ұшып Шымкентке келдім. Ана қыздан сүйініш сұрадым, мінекей ән туды. Оның аты сағыныш сазы болады деп. Содан кейін ол қыздың аты әнде бар тұғын. Енді несін жасырған, бәрін енді өлең шіркін өсек жұртқа жәрі дегенде болып тұр ғой. Аты Тәбие болатын тұғын. Сосын анау ғашығым менің асылмен дегеннің орнына Тәбиям менің, Әриям менің, сен деп айтылатын тұғын. Сосын бір күн жаңағы көзім жұмып жаңағы ең бірінші менің әншім жоқ, өзім айтып жүргем. Сосын жаңағы жатақхана қыздардың жігіттердің бәрі жиналады. Көргеніміз баққам жаңағы сағыныш сазы, ана кейіпкер қасымызда. Сосын бір күні ана қызы шағырып салып тұр, маған айтты, аға деді, Сырайлаға деді, мына сіз осы әнді көзіңіз жұмып айтып жатқан кезде,
жұрттың бәрі маған қарайды деді. Мен жерге қарап кетті, жерге кіріп кете жаздым, ұяламын деді. Соны өзгертуге болмас па екен деді. Мен айттым, өзгертейік. Саған қолайлы болса дедім дағы, жаңағы ғашығым менің асылмен деп соны шығарып. Енді 4-5 айдың ішінде олан жаңағы көпшілік бәрі тарап кетті. Тіпті марқұм Лұқпан Есенов жаңағы Шымкент мәдениетін оқыған кезде біздің үйге жатып, бізге жатақ мейманхана емес, үйге жататын тұғын. Сонда сұрайды деді, мына әнің маған қатты ұнайды, мен бұны Құда қаласа жаңағы тамашада шығарамын деп, тамаша шығарып Мәскеуге дейін алып кетті. Міне оның жаңағы көпшілікке танымал болған себебі. Содан кейін бір жыл өтіп, жаңағы қыз маған жылайды. Мен неге мен сізге өйтіп өтініш білдірдім екен? Менің атым бүкіл әлемге, бүкіл жаңағы жұрттың аузына болатын еді. Мен өзің айтқан соң не істеймін? Енді оны қайтарып ала алмаймын. Міне әннің тағдыры айналайын осындай кейде ойламаған жерден. Мен өзім Шымкентте болсам да, ана бұл Ыстықкөлде туған, таңғы 6 туған дүние.